Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Әсем. Бүгін сіздерге манный кашаның қалай дұрыс жасалу жолын көрсететін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіздер. Осы рецептімен жасап жеңіздер. Өте дәмді, керемет болып шығады. Және де балаларға да өте керемет осы рецепті бойынша жасап берсеңіздер. Ал енді ең алдымен біз осылай ыдысымызға осылай 1 стакан суымызды, 1 стакан сүтімізді құйып аламыз. 200 мг су, 200 мг сүт. Және де араластырып, керекті мөлшерде қантымызды салып, венчиктің көмегімен араластырып отырып, сүттің ысып қайнағанын күтетін боламыз. Кішкене ысып, беті сәл көтеріле бастайды, реакция жүре бастайды. Және де айта кетейін, менің каналымда басқа да кереметтей таңғы ас түрлері бар, кешкі ас түрлері бар, қолжетімді заттардан жасалатын тағам түрлері бар. Және де осылай үлкен қасықпен қатты толтырмай өлшеп, 2 қасық манный кашаны салып отыратын боламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай, венчиктің көмегімен араластыра отырып, осылай венчиктің көмегімен араластырып отырып, жай отта пісіретін боламыз. Жай отта осылай жайлап қайнап, қоюлауына бастайды. Орташа қоюлықта өте әдемі болып дайындалады. Және енді дайын бола бастағанда осылай керекті мөлшерде сары майымызды да салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып пісіретін боламыз. Міне, жақсылап осылай араластырыңыздар. Сол кезде іртік-іртік болмай, түйіндер болмай, біркелкі осылай әдемі болып қаймақ тәріздес піседі. Баршаңызға ас болсын. Міндетті түрде осы видео рецепті бойынша жасап жеңіздер. Және де видео рецепті ұнаса, лайк басып, комментарий, жақсы пікірлеріңізді комментарийға жазып қойыңыздар, достар. Және де міне 2 балама жасадым мен, 2 порция. Және де бұдан да көп мөлшерде жасайтын болсаңыздар, осыны 2 есеге, 3 есеге көбейтетін боласыздар. Осылай 2 кесе 1 стакан сүт, 1 стакан суға 2 қасық манный каша қосасыздар. Баршаңызға ас болсын.